Мектеп жасындағылардың 50-60% жыныстық қатынасқа түседі. Бұл туралы блогер Дархан Жолшыбеков айтты, Ақпарат Экспресс-ка сайтында шықты. Ол кезекті сұхбатының бірінде оқушылардың жыныстық қатынасқа бейім екенін ашық айтқан. Жыныстық қатынас мектепте бар, ол как минимум 50-60%. Дәл қазір менің кезімде одан көп болған. Ой, одан аз болған, мен оқып жүрген кезде. Сен қазір қайдан білесің? Мен оны мысалға мен көп қала аралаймын, көп адаммен араласам, көп көрем деп айта аламын. Және де бұндай теманы енді ашып айту енді мен үшін қиын болып тұр қазір айтқан кезде. Ата-аналардың ойы екіге бөлінді. Бірі блогерді балағаттаса, екіншілері бұндай жағдайлардың барын мойындап отыр. Ақпараттың толық нұсқасы сайтта, Экспресс-каны оқи жүріңіздер.